Сәлем достар, бүгін біз Қытай мемлекетіне саяхат жасайтын боламыз. Толығырақ айтқанда, үлкен держава мемлекеттердің бірі Қытай мемлекеті жайлы қызықты мәліметтерді жеткіземіз. Қытай мемлекеті өзінің ең көп халық санымен сонымен қатар тоқтаусыз шығарылатын тауарларымен әлемге танылған. Қытайда адамды таң қалдыратын таңсық жағдайлар көптеп кездеседі. Сонымен достар, бүгін Қытай жайлы бір қатар қызықты деректерге көз жүгіртейік. Бұл елдің әскери адамдары бастарын тік ұстап, қатқан қазықтай қақиып тұру үшін олардың жағасына ине қыстырылған. Басыңды сәл еңкейтсең, қауіпке өзің барып ұрынасың. Сонымен қатар, әскери полиция саптық жүріс кезінде өз қызметкерлерінің қолдарын бір деңгейде көтеру үшін арнайы әдісті пайдаланады. Ол үшін саптың қапталына ұзын сым керіледі. Қытай мемлекеті экономикасы дамыған держава мемлекет болғанымен, халқының тұрмыстық жағдайы өте нашар келеді. Бұл елде 100 миллионға жуық адам күніне $1 ғана өмір сүріп жатыр. Сіз білесіз бе, біз тамақ өнімдеріне пайдаланып жүрген кетчуп ең алғашқы рет Қытайда пайда болған. Кетчуп Қытайда кетсяп деген атаумен балық тұздығы ретінде пайдаланылған. Ал мына бір қызықты мәліметке көз жүгіртсек, неге екені белгісіз, Қытай елінің полициясы иттердің орнына үйректерді жиі пайдаланады екен. Сонымен қатар, Қытай мемлекетінде 30 миллионға жуық адам йодун деп аталатын үңгір үйлерді мекендейді. Бұл көрсеткіш Австралияның халқынан да көп. Қытай жері өте экологиялық жер болғандықтан, бұл жердің адамдары ауаны шектен тыс ластайтындығы соншалық, сасық ауа тынық мұхит арқылы Сан-Францискоға дейін жетеді екен. Тіпті Қытай астанасы Пекиннің ауасын жұту бір күнде 21 темекі тартқанмен бірдей. Сіз білесіз бе, Sony PlayStation ойын приставкалары әлемде ең көп таралған ойын консолі болып табылады. Ал Қытайда осы PlayStation ойын приставкалары заңсыз болып саналады. Толығырақ айтқанда, бұл елде ойын приставкаларын ойнауға тыйым салынған. Қытайда ең ұзын көлік кептелісі тіркелген. Ол Шанхай қаласында орын алған. Оның ұзындығы 99 шақырымды құрап, 12 күнге дейін созылған. Сіздер білесіздер ме, Қытайда ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар ақш-тан да көп. Бұл ел әлемде көлемі жағынан 4-ші орында, планетада тұратын әрбір 5-ші адам осы елдің азаматы болып табылады. Сонымен достар, Қытай жайлы қысқаша және қызықты мәліметтерге көз жүгірткен боларсыздар. Егер де видеоролик ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаймыз. Қош сау болыңыздар достар.